Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңқурайдан тосап дайындайтын боламыз, яғни малинадан варенье дайындайтын боламыз. Бұл вареньенің ерекшелігі ешқандай да қайнатылмайды, дәл осылай балғын күйінде морозильникте сақтайтын боламыз. Алдымен осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Менде осындай бір жәшік малина 2,5 килограмм шықты. Көріп тұрғандарыңыздай малина өте тап-таза, сондықтан да мен оны жумаймын, бірақ оның таза екеніне жақсылап көз жеткізіп алған дұрыс. Малиналарымызды үлкен араластыруға ыңғайлы таза ыдысымызға салып аламыз. Сонан соң көріп тұрғандарыңыздай кішкене мусорлары болады, соларды жақсылап тазартып аламыз. Малиналарымызды жақсылап тазартып алғаннан кейін үстіне қантымыздың бір бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Қант менде 2,5 килограмм малинаға 2 килограмм қант қосамын, өйткені малина менде өте тәтті, сондықтан да кішкене азырақ қостым. Егер кішкене қышқылдау болатын болса, бірге бір немесе қантын көбірек салғандарыңыз дұрыс. Өйткені біз малинаны қайнатпаймыз, сондықтан да қантын көбірек салған дұрыс. Сонан соң жақсылап араластырып алғаннан кейін қанттың екінші бөлігін салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп қайтадан араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай малиналарымыздың өзінің суы бөлініп шығып жатыр. Дәл осылай араластырамыз. Сонан соң осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сонда біздің вареньеміз біркелкі тегіс әдемі болып шығады. Бұл міндетті емес, егер блендерларыңыз болмай жатса, жақсылап араластырсаңыздар да малина тез езіліп кетеді. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді тағы да лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, қантының ерігендігіне көз жеткізіп, 2-3 сағатқа тындырып қоямыз. Малинамыз бөлме температурасында 2-3 сағат демалып тұрғанша, арасында 1 рет, 2 рет дәл осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, қантының ерігендігіне көз жеткізіп тұрамыз. Негізі блендердің көмегімен езгенде қанты түгелдей еріп кетеді, бірақ сонда да 2-3 сағатқа тындырып арасында осылай қозғап отырдым. Мінекей біздің малинамыз 2 сағаттан аса уақыт тұрды бөлме температурасында. Көріп тұрғандарыңыздай малинамыз біздің біркелкі әдемі варенье болып шықты. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей одноразовый пластмасс ыдыстарға құйып алатын боламыз. Менде осы ыдыстардың көлемі 500 грамм, дәл осы 500 граммдық ыдыстардан менде толтырып салғанда 8 дана шықты. Ыдысымызға вареньемізді толтырып салып алдық. Енді жабатын жерін жақсылап сүртіп тазалап жібереміз. Сонан соң қақпағын жақсылап кигізіп, басып, жауып аламыз. Дәл осылайша барлық вареньеларымызды салып шығамыз. Мінекей осымен біздің таңқұрайлы тосаптарымыз дайын болды. Сізде дәл осылай дайындап, қысқа сақтап көріңіз, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Енді дәл осы тосаптарымызды міндетті түрде морозильникте сақтайтын боламыз. Қыста әсіресе тұмауратқанда шаймен таптырмас тосаптардың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздермен болған Фариза. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.